Мұң жайлады, көкіректі өзекті. Уақыт зырлап, күндер қалай тез өтті. Аңсағанда өзіңізді, жан әке, жан жүректен сағыныштың сыз өтті. Әрбір адамның өмір жолы жылдармен өрілген тағдыр жолы ғана емес. Артында қалатын рухани мұра, өнегелі ізі. Адалдықпен атқарылған еңбек, маңдай терімен келген жетістік, жүректен шыққан мейірім. Ұрпақ жадында мәңгі жаңғыратын асыл құндылықтарға айналады. Аманғалиев Абзал Ахметқалиұлы осындай асыл қасиеттерді бойына сіңірген, парасаты мен пайымы қатар өрілген абзал азамат. Ол бар саналы ғұмырын ел игілігі жолындағы еңбегіне, отбасы мен ұрпағын арнады. Білікті маман, ұлағатты әке, адал жар, асыл ата ретінде әрбір рөлін үлкен жауапкершілікпен атқарды. Оның жарқын бейнесі мен ізгілікті істері айналасындағылардың жүрегінде мәңгі сақталар жарық жұлдыздай. Бұл деректі фильм Абзал Ахметқалиұлының мағыналы ғұмыр жолына арналған естелік. Оның өнегелі ғұмыры бүгінгі буынға тағылым, ертеңгі ұрпаққа бағыт бағдар болары сөзсіз. Аманғалиев Абзал Ахметқалиұлы 1962 жылдың 15 сәуірінде бұрынғы Орал облысы Тайпақ ауданына қарасты Есенсай ауылында дүниеге келген. Бұл сайын дала мен саф ауаның мекені, талай парасатты тұлғаларды дүниеге әкелген қасиетті өлке. Абзал сол жердің төл перзенті ретінде тек дәулеттің ұрпағы болып өмір есігін ашты. Әкесі Ахмет, анасы Роза өмірінің бар мәнін еңбек пен ұрпақ тәрбиесіне арнаған қарапайым, бірақ рухы биік жандар еді. Ол отбасындағы 5 баланың тұңғышы. Одан кейінгі қарындасы Нұргүл, інілері Нұрлан мен Ахат, кенже қарындасы Айгүл. Бәрі үшін ол қамқор аға, ақылшы, тірек болды. Ол бауырларын ерекше жақсы көріп, әрдайым қамқорлығын аямайтын. Бала күнінен бастап, үлкенінің де, кішінің де көңілін таба білетін кең жүректі жан еді. Балалық шағы ата-әжесінің Аманғалиұлы Уәлиолла мен Аманғали келіні Дарғожа қызы Ханымжан тәрбиесінде өтті. Атасының өнегесі мен әжесінің аялы алақаны Абзалдың ішкі жан дүниесін ізгілік пен парасатқа баулыды. Олар оған тек ата-бабалар салт дәстүрін ғана емес, өмірлік ұстанымды, адамдық ар-ожданды сіңіріп өсірді. 1966 жылы әкесі қызмет бабымен Жәнібек ауданына қарасты Тасқұдық кеңшарына ауыстырылған соң, отбасы сонда қоныс аударады. Абзал 1969 жылы Тасқұдық орта мектебінің табалдырығын аттап, 1974 жылға дейін білім алады. Кейін 6-8 сыныптарды Талдыбұлақ орта мектебінде, ал 1977-1979 жылдары 9-10 сыныпты Челик орта мектебінде оқиды. Жастайынан білімге құштар, зерек бала болған Абзал барлық пәннен үздік оқып, математикалық олимпиадаларға қатысып, мектептің абыройын көтеріп жүрді. Абзал Ахметқалиұлы мектеп кезінен бастап достық пен татулықтың қадірін білетін жан еді. Арада қанша жыл өтсе де, сыныптастарымен байланысын үзбей, үнемі хабарласып, бірге естелік жаңғыртып отыратын. Ол сыныптың нағыз көшбасшысы, баршаға ортақ тұлға, көңілді отырыстың шынайы жаны болды. Мектептегі кездесулерді жібермей, әрдайым ұйымдастыруға ат салысып, достарын біріктіріп жүретін. Оның жарқын бейнесі мен шынайы достығы сыныптастарының жүрегінде мәңгі сақталмақ.
1979 жылы Орынбор политехникалық институтына өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс мамандығы бойынша оқуға түсіп, 1984 жылы инженер құрылысшы мамандығын алып шығады. Студенттік шағында спортқа белсенді араласты. Футбол, волейбол, баскетбол ойнап, институттың спорттық өміріне етене араласқан. Жазғы тәжірибесін Байкал-Амур магистралінде өткізіп, кәсіби шеберлігімен қатар көшбасшылық қабілетінде танытты. Студенттік жылдар тек білім мен кәсіби машықпен шектелмеді. Ол өмірлік маңызы бар таңдаулар мен тағдырлы кездесулер кезеңі болды. 1983 жылдың қақаған қысы Абзалдың жүрегіне жылулық сыйлады. Дәл сол жылы ол болашақ жары, көркіне ақылы сай, нәзіктігіне қайраты тең Зәуреш Ихсан қызымен танысты. 1984 жылы Абзал Орынбор политехникалық институтын ойдағыдай аяқтап, дипломын абыроймен қорғады. Артынан ел алдындағы азаматтық борышын өтеу үшін әскер қатарына шақырылды. Ол Челябі облысы Карталы қаласындағы Зыбыран әскери бөлімінде қызмет атқарды. Ақыры 1986 жылдың 23 тамызында олар заңды некеге тұрып, отбасылық өмірдің жаңа белесін бастады. Бұл күн екі жастың өміріндегі ғана емес, тұтас әулеттің қуанышқа толы жарқын күніне айналды. 1989 жылы 3 наурызда қызы Әсел дүниеге келеді. Ол қызына ерекше мейіріммен қарап, оны менің ең үлкен байлығым деп атайтын. Әсел туралы айтқанда ол үнемі мына қызымды 10 балаға да айырбастамаймын деп мақтанышпен айтып отыратын. Бұл оның қыз балаға деген ерекше махаббаты мен бағасының айғағы еді. 2013 жылы қызы Нұрмұханов Дулатпен тұрмыс құрып, Абзал ата атанды. Олардың 4 немере дүниеге келді. Әділет, Даниял, Адель және Дәулет. Аделмен ерекше байланысы болды. Ол да дәл атасы секілді 15 сәуірде туған. Немерелер аталарын сағынышпен еске алады. Абзал Ахметқалиұлы еңбек жолын Орынбор қаласындағы Оренбург Газстрой тресінің суы 4 бөлімшесінде шебер болып бастаған. 1987 жылы Ақсай қаласындағы Карачаганак Газстрой суы 8 бөлімшесінде прораб, кейін Карачаганак Строй 4 кәсіпорнында бас инженер қызметін атқарды. 1994-1998 жылдары Ақсай қаласындағы Интергазстрой акционерлік қоғамының бірінші сыму құрылыс басқармасында учаске бастығы болды. 1998 жылдан бастап Ақтөбе қаласында жұмысын жалғастырды. АООТ Әлибек, УНР 371, Трейд Интерком, жеке шаруа серіктестігі, ТЭК Қазақстан, жеке шаруа серіктестігі сияқты компанияларда еңбек етті. 2011-2018 жылдары ТЭК Қазақстан Ақтөбе филиалында құрылыс басқармасының бастығы, 2014 жылы алғыс хатпен марапатталды. Сондай-ақ 2007 жылдан 2020 жылға дейін Ақтөбе политехникалық колледжінде студенттерге құрылыс мамандығы бойынша дәріс оқып, өз білімін жас ұрпақпен бөлісті. Ұстаз ретінде ол шәкірттерінің арасында үлкен беделге ие болды. 2018 жылдан бастап Самұрық бизнес академиясы арқылы Қазақ Ойыл Ақтөбе компаниясында техникалық қадағалау инженері қызметін атқарды. Әріптестері оны білікті, әділетті, талапшыл әрі адами қасиеті жоғары маман ретінде ерекше бағалады. Абзал Ахметқалиұлы парасатты,
салмақты, шыншыл әрі кең жүректі азамат болды. Футбол жанкүйері ретінде әр матчты жібермей көретін, теннис пен волейболды ұнататын, балық аулауды, қысқы суға шомылуды ұнатты. Музыканы, әсіресе 70-80 жылдардағы классикалық рок пен эстраданы сүйіп тыңдайтын. Тарих пен ғылымға қызығушылығы зор еді. 2000 жылдары өткен зияткерлік байқауда жеңімпаз атанып, шайнек чемпион атанғаны ел ішінде естелікке айналды. Абзал Ахметқалиұлы артында жарқын естелік қалдырды. Ол отбасына тірек, дос жарандарына сырлас, әріптестеріне үлгі бола білді. Оның қамқорлығы, әзілқойлығы, ақылдылығы, шынайылығы артында қалғандардың жүрегінде мәңгі сақталады. Халық даналығы, жақсы адамның есімі мәңгілік деп тегін айтпаған. Әкеміздің де есімі әрдайым ел жадында мәңгі сақталмақ. Істеген игі істеріне қарай Алла тағала ол кісіге еселенген сауаптар жазып, Фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, жаныңыз жәннатта болсын. Әкешім. Құрметті достарым келіп жатқан. Солай моменттерді еске салдық. Құрметті келіп жатқан класстастарым, жан достарым, бауырларым, балдарым, құрметті келіп жатқан немерем, бір жасқа толды, 15 апрель онда туған күні. Енді бір әңгімелескенде, мына жерде кетіп қалды. Добрый день, қайырлы күн. Менің есімім Мукарама Туманова. Абзалдың кластасымын. Абзал менен Талдыбұлақ 8 жылдық мектебін бірге бітірдік. Абзал класста бір өте ақылды, өте сабырлы, өте салмақты жігіт болды. Енді біріншіден Абзалдың отбасына, Абзалдың бауырларына, Абзалдың анасына қайғырып көңіл айтам. Қазақ айтады ғой, тас түскен жеріне ауыр деп. Қайғыны бөліссең азаяды, қуанышты бөліссең көбейеді дейді. Барлық кластас бол. Зәуреш, сенің қайғыңды бөлісіп жатырмыз. Енді Абзалдың жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. Абзалды айта берсең, Абзалға айтатын жақсы сөздер көп. Ол сол жақсы сөзге лайықты адам. Осы класстастар болып топ ашып, одноклассники, ТВЛШ деген топ ашып, сол топта Абзал бәрін байқап отырады. Бір-екі күн біреу шықпай қалса, соны жоқтап, неге жоқ ол кісі деп. Енді орысша айтқанда, он был очень внимательный, он все замечал. Абзалдың енді жаңағы біздің білмей қалған жерімізде бірдеңе сұрасақ, ақылын айтып, ақылын ортаға салып, бәрімізге жақсы әңгімелер айтып отырады. Абзал өзі өте бір класста жақсы оқыды, сабақты, және спортпен айналысуға да оның уақыты болды. Бала кезінен футболды өте мықты жақсы көретін. Футбол ойнайды, класспен футбол ойнаймыз, қыздар, балдар болып. Сол енді Абзалдың бір чемпионаттарды жібермейді, чемпионат қарап, футболда қай ел нешінші орынға шыққан түнімен ұйықтамай қарайды, таңертең сосын класстастар тобына салады. Енді Абзал туралы айта беретін болсақ, сөз көп Абзалға, соның бәріне лайықты. Енді Абзалды ешқашанда ұмытпаймыз, мәңгі есімізде болады. Енді Зәуреш, қалған бауырлары, ұрпақтары Абзалдың көрмеген жақсылығын сіздер көріңіздер.
Я им шию жума. Одноклассник Абзал. Абзал учился хорошо. С ним играли в футбол, летом, зимой снежки. Очень отзывчивый, добрый человек был. Вот. Мы еще с ним с одного рода лоша. В последнее время мы друг друга брат Жума, брат, он мне говорил брат Жума, я ему брат Абзал. Вот так общались. И у меня день рождения 13 апреля, а у него 15. И у нас дочки нам родили по подарку. У меня внучка 13 родилась, и у него 15. И я ему говорил: Абзал, мы самый счастливый с тобой. Вот так вот. Еще что хочу сказать. У нас есть группа «Одноклассники». Нам его сейчас не хватает, потому что кто-то что-то забыл, а Абзал всегда найдет, как правильно, где что было. Он все знал. И сейчас некоторые случаи мы его... Некоторых сейчас вспоминаем, наверное. Девчата вот в группе пишут. Был бы Абзал, он бы сейчас нашел бы, где кто. Енді айтатын иманды болсын, қалғандары семьясы аман болсын, тек жақсы көріңіз. Қайырлы күн бәріңізге де. Менің атым Ақбал, Кобдикова Ақбал Бекесқызы. Талдыбұлақ 8 жылдық мектебінен Абзал менің кластасым, әрі бауырым. Біз екеуміз алашамыз. Чатқа, группаға шыққанда ол маған апа деп, мен оған бауырым деп, сөйтіп бір-бірімізге амандасып шығатын едік. Енді Абзалдың семьясына, жолдасына, қызына, анасына, бауырына, кластастар атынан қайғырып көңіл айтамыз. Орны толмас қайғы бұл, ерте кетті ортамыздан. Группамыз, чатымыз дейміз ғой, кәдімгі ойсырап қалды, жетімсіреп қалдық. Қатты білінеді, оның жоқтығы бізге сезінеді. Енді қалған жерде бауырлар аман болсын, анасына Алла қуат берсін, Зәуреш, саған да Алла қуат берсін. Иманды болсын, иманы жолдас болсын, шапағаты балдарына дейсін тек. Абзалдың жоқтығы сезінеді, қайғырып тағы да көңіл айтам семьясына. Қош бол, досым, бауырым. Здравствуйте. Привет из Германии. Это я, Мила Кейних. И я хочу от имени одноклассников Абзала выразить всем родным и близким Абзала с его внезапной кончиной. Мы потеряли все друга, одноклассника, земляка. Ну а вы, самого близкого вам человека. Что я могу сказать об Абзале? Я помню, когда он к нам приехал в Талдыбулак, он поселился рядом с нами, как раз в кругу немцев. Это была Полина рядом, Мария, Шнайдер Иван, Газ Павлик, я. И Абзал прижился быстро там, вжился, так сказать. Даже пытался говорить на нашем диалекте. Молодец. В школе мы его все уважали, он к нам хорошо относился. Что скрывать, и списывать давал. Ну, у нас учился хорошо. Да, так получилось, что они уехали в Чингерлау. Но связь мы, конечно, потом потеряли все. Но я была на встрече в 2019 году. В 2019 я, Полина, с мужем. И там я опять вновь встретила Абзала. Для меня он не поменялся. Его такая деликатность, такая доброта, улыбка, безотказность. Это в нем видно было. Он молодец. Таланта сколько в нем. И талантливый он, во-первых, да, а еще он фанат футбола. Он у нас
когда мы общаемся по мобильному, мы его часто там видели, слышали, но ни один футбол он не пропускал. И он всегда нас информировал, какой счет, какой счет там. Мне эта память, надолго это осталось в памяти, вот эта встреча всех одноклассников. И вот этот резкий уход. Но это же просто, даже не хватает добрых слов в его адрес. И можем понять и родных, и всех. Ну, короче, еще раз примите наши соболезнования. И в памяти он всегда с нами. Светлая память ему. Знаете, еще внутри хочется иногда вот так. Опустела без тебя земля. С такой болью, понимаете. Вот эта боль так быстро не может пройти. Нет, конечно. Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа барма. Өзі берген өмірін өзі алған. Сіз жоқсыз арамызда. Жылап, қала бердік біз артыңызда. Орның қалдау, ордайып, асыл әке. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз. Есік алып, өзіңді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді жан әкетай. Аңсаймыз да, бәріміз сағынамыз. Жетілді ұл қыздарың, жұлдыздай аспандағы. Әке атына, кір келтірмеу армандары. Еңбекке араласса алды бүгін, кейінгісі ананың қолғанады. Сағынап, еске аламыз біз өзіңді. Болғай деп барған жері жұмақ түрі. Дұғамыз қабыл болып әр қашанда. Әкешім, аймаласын Алла нұры. Асқар таудай ақиық қамқоршы едің. Біздер үшін төгілген маңдай терін. Бір Алладан ендігі тілеріміз жайлы болсын жатқан жерің. Қош бол. Қош.